Мен сізден сұраймын, Иса Мәсіх, оған тыныштық болсын. Қай жерде өзіңіз үшін айқышта өлгенін айтты. Бұл Паулдың ілімі. Сіз Паулға ересіз бе, әлде Иса Мәсіхке, оған тыныштық болсын, ересіз бе? Киелі кітапта ондай сөздер жоқ. Біз Иерусалимге барамыз. Көктен келген билеуші туралы пайғамбарлар жазғанның бәрі орындалады. Оны басқа халықтарға тапсырады. Олар оны мазақ етіп, қорлап, бетіне түкіріп, оны ұрады және өлтіреді. Бірақ үшінші күні ол қайта тіріледі. Мен жақсы бағушы ретінде қойларым үшін өлуге дайынмын. Мен жақсы бағушымын. Мен қайта тірілумен өмірмін. Маған сенетіндер өлсе де өмір сүреді. Мен сендерге беретін нан, бұл менің тәнім, мен оны әлем өмір сүру үшін беремін. Бұл олардың арасында қызу дау тудырды. Бұл адам бізге өзінің тәнін қалай бере алады? Мен сендерге шын айтамын. Егер сендер көктен елген билеушінің тәнін жемесеңдер, оның қанын ішпесеңдер, сендерде өмір болмайды. Менің тәнімді жеп, қанымды ішкендер мәңгілік өмірге ие болады, және мен оларды соңғы күні қайта тірілтемін. Өйткені менің тәнім шынайы азық, ал менің қаным шынайы сусын. Егер бірде бір мәсіхші киелі кітаптан Иса Мәсіхтің, оған тыныштық болсын, мен Құдаймын немесе маған табыныңдар деген нақты, анық мәлімдемесін көрсетсе, мен мәсіхшілікті қабылдауға дайынмын. Егер сендер Мұсаның айтқандарына шынымен сенген болсаңдар, маған да сенер едіңдер, өйткені ол мен туралы жазды. Бірақ егер оның жазғанына сенбесеңдер, менің айтқандарыма қалай сенесіңдер? Егер мен өзім туралы куәлік етсем, менің куәлігім шынайы дәлел ретінде қабылданбайды. Бірақ мен туралы куәлік беретін басқа біреу бар. Мен оның мен туралы айтқанының шын екенін білемін. Жохан, сендер оған елшілеріңді жібердіңдер, ол шындық туралы айтты. Маған адамның куәлігі қажет емес. Мен мұны сендер құтқарылуларың үшін айтып отырмын. Жохан жанған және жарқыраған шам сияқты болды, және сендер оның жарығынан біраз уақыт ләззат алғыларың келді. Бірақ менде Жоханның куәлігінен де үлкен куәлік бар. Менің істегендерім мен туралы куәлік етеді, және мені жіберген әке де мен туралы куәлік етеді. Иса Мәсіх, оған тыныштық болсын, ешқашан өз құдайлығын мәлімдеген емес. Сондықтан мен сендерге айттым, сендер күнәларында өлесіңдер. Егер сендер менің кім екеніме сенбесеңдер, күнәларында өлесіңдер. Сен кімсің? Мен сендерге басынан бастап айтқанмын. Мен мәңгі бар болушымын. Мен мәңгі бар болушымын. Мен мәңгі бар болушымын. Мен мәңгі бар болушымын. Мен сендерден сұраймын, неге Иса Мәсіхтің, оған тыныштық болсын, ілімін ұстанбайсыңдар? Тәңірім, бізге әкені көрсетші, сол жеткілікті. Филипп, мен сендермен осыншама уақыт болдым, бірақ сен әлі де мені танымадың ба? Күмәндануды тоқтатта, сен. Тәңірім және Құдайым. Сен мені көргендіктен сенесің. Бірақ көрмей-ақ сенгендер бақытты. Ол ешқашан, егер сендер менің айқышта өлгеніме сенсеңдер, бұл дұрыс сенім деп айтқан жоқ. Жоханның Інжілі 5-ші тарау, 19-шы аят. Сонда Иса оларға жауап беріп былай деді: шын айтамын сендерге, ол өз еркімен ештеңе істей алмайды, тек әкенің істегенін ғана істейді. Әке не істесе, ол да соны істейді. Кім ұлды құрметтемесе, әкені де құрметтемейді. Шын айтамын сендерге, кім менің сөзімді тыңдап, мені жібергенге сенсе, ол мәңгілік өмірге ие болады және сотталмайды. Өйткені өлімнен өмірге өті. Жол,
Шындық және шынайы өмір менмін, әкеге барудың жалғыз жолы мен арқылы. Менің атымнан не сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Егер менің атымнан бір нәрсе сұрасаңдар, мен оны жасаймын. Мұсылман адам Иса Мәсіхке, оған тыныштық болсын, сенбесе, ол мұсылман бола алмайды.